Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен Павлова десертінің құрамымен бөлісемін. Ең алдымен менің YouTube каналыма тіркеліп, маған лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Достар, видеода көріп тұрғандарыңыздай, Павлова десерті өте жұмсақ, сондай нәзік болып піседі, және де жасалу жолы да оңай. Келесі таза ыдысымызға жұмыртқаның ақуызын сарысынан ажыратып аламыз. Жұмыртқаны алдын ала 3-4 сағат бұрын холодильниктен шығарып, үй температурасында ұстаймыз. Енді ақуызға аздап тұз себеміз, және де миксердің ең төменгі жылдамдығынан жоғары жылдамдыққа дейін миксерлейміз. Достар, видеода көріп тұрғандарыңыздай, осылай әппақ болып көпірши бастаған кезде біз қантты аз-аздан салып отырамыз. Келесі ақуызға 1 шай қасық жүгері немесе картоп крахмалын салып, және де тағы да аздап қантты салып, миксердің орташа жылдамдығынан жоғары жылдамдыққа дейін миксерлейміз. Ақуызды әппақ болып көпіргенше 10 минуттай миксерлейміз. Себебі біздің десерт өз формасын жақсы ұстап, сырт жағы қытырлап, ішкі жағы мамықтай болып пісу керек. Келесі кондитерлік пакетке дөңгелек насатканы қойып, оның үстіне жаңағы дайындап алған ақуызды саламыз, және де видеодағыдай осылай қайталап жасасаңыздар, біздің Павлова десертіміз әдемі болып гүл сияқты шығады. градуста 20 минуттай пісіріп аламыз. Келесі десерттің кремін дайындаймыз. Ол үшін бізге 2 жұмыртқаның сарысы және де оның үстіне қантты салып, венчикпен әппақ болып көпіргенше араластырамыз. Келесі сары уыздан дайын болған консистенцияның үстіне сүтті құйып, тағы да біркелкі болғанға дейін венчикпен араластырып аламыз. Келесі сары уыздан дайын болған консистенцияны осындай ыдысқа құйып, ақырын отта 5 минуттай араластыра отырып қайнатып аламыз. Енді кремнің дайын болғанын біз осылай араластырып бірінші көреміз. Консистенциясы, яғни үйдің қаймағына ұқсауы керек. Келесі таза ыдысымызға үй температурасында тұрған 82% майды салып, миксердің ең төменгі жылдамдығынан орташа жылдамдыққа дейін жұмсарғанша майды миксерлейміз. Келесі сары уыздан дайындалған кремді жаңағы майдың үстіне аз-аздан құя отырып, миксердің төменгі жылдамдығымен миксерлейміз. Не достар, біздің крем дайын болды. Кремнің құрамы өте керемет болып шықты. Бастысы өз формасын жақсы ұстайды. Келесі дайын болған меренганың үстіне кондитерлік пакетке кремді салып, осындай насаткамен жағып шығамыз. Кремнің үстіне мен осылай
малинаны қойып шығамын. Сіздер өз қалауларыңызша басқа да жидектерді қойсаңыздар болады. Келесі кремнің үстіне тағы да меренганы қоямын да, оның үстіне аз-аздан кремді жағамын. Десерттің оформлениясын өз қалауларыңызша жасауға да болады. Ол сіздердің өз фантазияларыңызға байланысты. Міне достар, біздің Павлова десерті дайын болды. Дәмі өте керемет. Сырты қытырлап, ішкі жағы өте мамықтай болып піскен. Достар, осы рецепт бұл десерттің креміне, яғни торттың кремін қолдансаңыздар да болады, өз еркілеріңізде. Мен бұл десертке английский кремді қолдандым.